Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді нәзік вупи-пай тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ең бірінші мына жерде Қазақстан шоколады және ерітілген сары майымыз. Бұны біз водяной баняға қойып, алдын ала дайындап қоя береміз. Және қажетті массамызға араластырамыз. Вупи-пай тортының құрамына бізге 4 жұмыртқа, разрыхитель, какао, құмшекер және де ұнымыз қажет. Енді осы массамызды біз дайындаймыз. Жаңа айтып өткендей, ең бірінші 4 жұмыртқамызды араластырып аламыз құмшекермен. Бұны жақсылап араластыруымыз қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай әппақ түрінде әдемі болып шығу қажет. Жаңағы біздің ерітілген водяной банямыздағы Қазақстан шоколадымыз бен сары майымызды араластырамыз. Келесі кезекте бізде ұнымызға разрыхитель мен какаомызды қосып, осы массамызға араластырамыз. Массамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау осындай пергаментный выпечкаға арналған осындай нені пайдаланамын. Екі жағы да пайдалануға болады, және де оны бірнеше рет пайдалануға болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қасықтап осылай құйып, мынау көлемдегі домалақ қылып араластырамыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай, біздің вупи-пай тортымызға арналған коржымыздың массасы дайын. Бұны қызып тұрған печкамызға пісіреміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, өздеріңіздің печкаларыңызға қарай градусын қоясыздар. 150, 120, 170 қылып. Міне біздің коржымыз дайын болды. Осындай 4 корж дайындап аламыз. Міне әдемі, нәзік, жұмсақ болып шықты. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қараңыздар. Дайын. Корждарымыз біздің дайын. Енді осы вупи-пайға арналған біздің сливкиміз, Чудское озеро, крем-чиз және де сахарный пудраны араластырып, біз әдемі крем дайындаймыз. Креміміздің дайындалу сәті жақсылап тұрып, миксермен араластырамыз. Енді тортымызды осындай қойып, және де кремімізді, дайын болған кремімізді, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, жақсылап тұрып, арнайы пакетке саламыз. Енді видеомызды осылай, видеода көріп тұрғандарыңыздай, тортымызды осылай әрлейміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, қалай істелінетін. Және де ортасына осылай кремдерімізді жағамыз. Әдемілеп, осылай кремдерімізді жағамыз. Осылай корждарымызды қоямыз. 4 коржымызды қойып, міне, әдемі шықты. Енді бетіне глазур деп айтамыз ғой, шоколад пен сары майдан жасалған тағы да неге буға ертіп аламыз да, вупи-пай тортымыздың үстіне жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Мен осындай ғана қарапайым түрде сәндедім. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің вупи-пай тортымыз дайын. Қазір ортасын кесіп көрсетеміз. Міне қарап тұрғандарыңыздай, өте нәзік, жұмсақ, әдемі болып шықты. Міне көрдіңіздер ғой, кремдеріңіз. Кремімен тортымыз өте дайын. Міне, менің видеомды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, өз комментарияларыңызды жазып, лайктарыңызды басып өтіңіздер.
біздің вупипай тортымыз өте нәзік, өте дәмді, әрі жұмсақ вупипай тортымыз дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Барлықтарыңызға ас болсын.